Қайырлы күн, қазақ елі, өнер сүйер қауым. Бүгінгі біздің тақырып қазақ елінің символдарына айналған ежелгі сақ дәуір тотемі. Енді біз бұл жерде қазақ еліндегі символдарды айтып өтеміз, сол жерде тоқтап өтеміз, және сақ дәуіріндегі негізгі алтын адамдарды айтып кетеміз. Алдарыңызда мына 4 алтын адамның үлгілері тұр. Бұлардың бәрі мінекей біздің Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері 30 жылдың ішінде 10 шақты алтын адам ашылған. Соның ішінде осы 4-еуін мысал ретінде келтірдік. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде бірінші тұрған алтын адам бұл Аралтөбе қорғанынан табылған алтын адам болып табылады. Екіншісі Сармат, сақ тайпасының Сармат тайпасынан шыққан алтын адам. Бұл Аржан екінші қорғаннан табылған. Үшіншісі мынау Тақсай 1-ден табылған қорғаннан және Есік қорғаннан табылған алтын адамдар. Бұл алтын адамдардың бәрінің негізгі қарап отырсаңыздар, сақ тайпаларының шеберлерінің әртүрлі деңгейдегі көріністерін көріп отырмыз. Бірінші алтын адам қарап отырсаңыздар, бұл алтын адамның үстіндегі киімдері қарапайым геометриялық формалардан құрастырылған. Бұлар алтын фольга мен қапталған бедерлер. Негізгі мына киімнің үстіндегінің бәрі ромба тәрізді формалардан тұрады. Ал мына жағалауы, жиектері бұл дөңгелек алтын формадан құрайтын киім үлгісін құрайды. Енді бұл Аралтөбеден табылған алтын адамын қарайтын болсақ, бұл жерде шеберлердің деңгейі жоғары екені көрініп тұр. Өйткені міне белдеулеріндегі бедерлерді қарасақ, мына жерде арқардың мүсіндері қойылған, және де мына садақтың өзінің ұштарында да арқардың мүйізі тектес формаларды иіп жасаған болатын. Енді екінші алтын адамды қарайтын болсақ, бұл жерде өзінің ерекшеліктері бар. Мына бас киімінде қарайтын болсаңыздар, бірінші бас жағында, мына фронтальный алдыңғы жағында бұғылардың мүсіні, және үстіңгі жағында да мына бұғының кеңістіктегі дөңгелек мүсіні орнатылған. Енді мына үстіндегі элементтерді қарайтын болсақ, бұл элементтер мына бисер техникасымен орындалған, және де бұл жолбарыстың мүсінін құрайды. Мінекей қарап отырсаңыздар, мына жерде жолбарыстың басы, мына жерде құлағы, міне көзі, мына екеуі аяғы, сонда мына жақтан, мына қол жағында құйрығы болып келеді. Мынаның бәрі тұтас жолбарыстың бейнесін береді. Енді бұл жерде шеберлердің өте мұқият сондай өзінің шеберлігін көрсеткен. Мысалға белдіктерін қарасаңыздар, белдіктің өзінде оюлары геометриялық оюларды құрайды, толқын тәрізді оюлардан, және мына жерде белбеулерінде семсерге және басқа да жабдықтарға арналған ілгектері бар. Енді үшінші Тақсай 1-ден табылған ханшайымның алтын үлгісін қарайтын болсақ, бұл жерде де бас киімінде ең шошағында арқардың мүсінін көресіздер. Бұл арқардың мүсіні төбенгі жағында, ортаңғы бөлігінде мына жерде құстардың бейнелері көрсетілген, және төменгі жақта мына ағаштың бейнесі, және ағаштың басында құстар қонып отырған, және төменгі жақта арқарлардың бейнесін көрсетеді. Яғни бұл жерде айта кететін тағы не, ол жалпы әр өңірде шебер өздерінің ерекшеліктерін жануарлардың, жыртқыш жануарлардың, ямаса арқар, ямаса тұяқты сондай мүсіндерді көрсеткен. Енді төртінші бұл Есік өңірінен табылған алтын адам. Бұл енді негізгі біздің қазақ еліміздің осы символына айналған алтын адамдардың бірі болып табылады. Бұл жерде мінекей қарап отырсаңыздар, үстіңгі жағында бас киімнің жағы мүйізді, қанатты аттардың бейнесі мүсінделген. Жалпы алтын адамдар қазір Қазақстанның территориясында 10 шақты алтын адам табылды. Оның әрқайсысы өзінше бір ерекше элементтерді құрайды. Сақ аң стилін алатын болсақ, аң стилінің өзі бұл сақтардың бірінші рет осындай таңғажайып өнері болып табылады. Аң стилінің өзі 3 мотивтен тұрады. Мысалы бірінші мотивіміз бұл жыртқыш аңдардың
бейнесі, екінші мотив бұл тұяқты жануарлардың мотиві, және үшінші құстардың мотиві болып табылады. Бұл жерде негізгі композициялық құрылымы статика және динамика тұрғысында бейнеленеді, көбінесе динамикалық тұрғыда. Яғни бұл негізгі сақ шеберлері, сақ мүсіншілері бұл табиғатты көре білген, бірақ табиғатты дәлме-дәл көшірмеген. Оны өзінің санасы, өресі арқылы оны композициялық декоративті стильге айналдырған. Сақтардың тағы бір ерекшелігі бұл бірінші атты қолға үйреткен, және де осы атты өздері сияқты киіндіре білген, және соның өзін өнерге айналдырған. Қарап отырсаңыздар, алдымызда мінекей аттың үлгілері, мінекей аттың мүйізін, оның үстіндегі мына әбзелдердің бәрін әшекейлеген. Олар алтыннан және қоладан құйылған. Және де сол сияқты киізден және де басқа маталардан жасалған декоративті әшекейлерді көріп отырсыздар. Негізгі шеберлер бұл жерде ұста болған, және олар бірінші мына аттың басындағы мүйізді жасау үшін ағаштан, жеңіл ағаштан жасаған. Мына суретті көріп отырсыздар. Содан сол ағашты оюлап, соның үстінен алтынмен немесе басқа да материалдармен қаптаған. Және де кейбір үлгілерде аттың үстіндегі алтын әшекейлермен, маскасында алтынмен әшекейлеген, және кейбір аттарға қанат жасайтын болған. Сондықтан аттың өзі бір өнердің бір саласы деп айтуға болады. Атты бұл жерде ерекше айтатын, өткені сақ біздің ата-бабаларымыз қазақтар сияқты да атты өте бағалаған, құнды, ең құнды сол астындағы аты болған. Сондықтан атқа көп мән берген болатын. Енді сақтар біздің ата-бабамыз бірінші кавалеристер деп айтуға болады. Сол аттың арқасында бүкіл әлемді із қалдырған. Енді жаңағы айтып кеткен атты алатын болсақ, мына есікте талған алтын адамның киімінен қарайтын болсақ, бас киімінде ең бірінші алдында маңдайдың үстінде тұрған аттарды көресіздер. Қанатты, мүйізді аттар. Сол элементтің негізінде мінекей осындай мінекей мүсін, ат және мүйізі бар, қанатты аттар. Осы аттың негізінде Шота Уәлиханов деген біздің суретші, автор, елтаңбаның авторы, осы аттардың негізінде елтаңбаны құраған. Қарап отырсаңыздар, елтаңбада мінекей осы аттар бейнеленген, мүйізді аттар және қанатын өзінше бір стилизацияға келтірген. Яғни осы жұмыстар арқылы біз сол баяғы ежелгі сақ дәуірінің қазіргі біздің тәуелсіз Қазақстанмен арасындағы сабақтастықты және байланысты көріп отырмыз. Мінекей мына сақтардың мүсіндерін қарасаңыздар, бұл жерде композициялық жағынан өте ұтымды шешімдер таба білген, қанаттарының өзін бедермен өңдей білген, және бұл ағаштан ойылғанда бұның үстінен жаңағы алтын фольгамен қаптаған. Сол әрбір элементтерін, әрбір детальдарына қарап, біз сақ шеберлердің өте шебер екенін білеміз. Енді мына бейнеде көріп отырғаныңыздар, міне үстінде бұғанның мінекей мүсіні, рельефті мүсіні, астында да міне бұғанның мүсіні. Бұл мына үстіндегі қарап отырсаңыздар, бұл мына есік қорғанынан табылған, осы алтын адамның белдеуінде көрініс тапқан мүсін, бедер. Енді бұл жерде сақ шеберлерінің шеберлігін көруге болады. Мына бұғының өзін стилизация арқылы декоративті мотивтермен шеше білген. Бұл қимылда, динамикада орнатылған композиция, және сол белдеуге арнап функционалды қызмет атқарады. Әр осы бұғының өзі симметрияны құрған бойынша белдеудің айналасында орнатылған болатын. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, мына бұғының өзін айналдырған ой өрнек тәсілімен, және мына ирелеңдерді, осы ішіндегі бедерлерді бірінші ағаштан ойып, содан кейін үстінен қапталған болатын. Сондықтан бұл жеңіл болатын. Сол себепті әр элементтерін қарасаңыздар, мына қуыс тесіктердің өзі композицияға ұтымды бір сондай шешімдер береді. Төменгі бұғында қарасақ, мінекей бұл жерде де шебер өзінше композициялық бір жүйе тапқан, бұл тұтас бір сондай композицияны құрайды.
ешқандай мына көзін ямса ұсақ детальдарын жасамаған тұтас бір үлкен осындай декоративті форманы құрайды. Бұл үстіндегі де астындағы да рельефті мүсін өзінше бір жаңағы символ болуға мүлдем келеді. Әр жерге мүсін қылып қойса да болады, жаңа үлкен бір нелерде ескерткіш ретінде қойса да болады. Өте жақсы ұтымды таба білген. Мына екінші жағында қарап отырсаңыз, бұл мысалға Аралтөбеден табылған алтын адамның жаңағы акинак дейді, семсердің төменгі жақ белгісіндегі мүсіндік бедер. Бұл жерде де сақ шебері мына атты алғанда атты ирелеңдеп декоративті сондай әдіспен тапқан, ол міне осы нақты формаға орналастыра білген. Өйткені мына форма сол семсердің төменгі жағының формасын береді. Сондықтан біз мына форманы алып тастасақ та, аттың өзі осы формада ыңғайлы өзінің орнын тапқан. Сондықтан бұл жерде айта кететініміз, сақтың шеберлері әрбір форманы өзінше функционалды тұрғыдан және композициялық шешім жағынан өте ұтымды пайдалана білген. Мына жерде мінекей тақсай бір қорғаннан табылған ханшайымның элементтерінің бірі тарақ. Мына тарақты енді бұны реставрациядан өтілген, қарап отырсаңыз, бұның өзі бір үлкен жаңағы туынды, шедевр десе болады. Мінекей мына декоративтік момент, мына формаларды қарасаңыздар, мына шет-шетіндегі мына бедерлерді қарасаңыздар, және мына ортасындағы өзінің композициясын қарасаңыздар, қандай әдемі үлгілер таба білген. Мына композицияның өзі бір үлкен картина, бір үлкен рельефті сондай туынды болып тұр. Мына фигураларды өте ұтымды тапқан. Мына кішкентай осы кеңістіктің өзін, мына қуыстарды және мына формаларды өте шебер таба білген. Және мына композициялық мына мазмұны жағынан да өте жақсы тапқан. Осы жұмыстарға қарап біз сақ шеберлерінің өте сондай композициялық жағынан өзінің ойлау және шеберлік орындау жағынан да шеберлігін көре білеміз. Келесі бір сала бұл қару-жарақ саласы. Бұл да жаңағы бір өзінің өз алдына үлкен бір өнер. Қару-жарақтың өзі әшекейленген сақ шеберлерімен, ол жаңағы ұста арқылы ол өзі басынан аяғына дейін әшекейленіп, сол ұстаның шеберінің қолынан шыққан. Сондықтан мына жерде қарап отырсаңыздар, мінекей бірінші мына суретте бұл жаңағы Аралтөбеден табылған, мінекей мына семсердің тұтқасының үстіңгі жағы болып табылады. Мінекей бұның өзі бір үлкен шеберлік бір туынды. Мінекей және астында біз қарастырдық, мынау элемент бұл аттың рельеф элементі қалай табылған. Жоғары жағында да мінекей мына элементтер рельефті өте тамаша таба білген. Міне және семсердің өзінің тұтқасы мына жерде алтын сыммен оратылған, өте әдемі тамаша болып, және жоғарғы жағын мінекей осы бүркіт тұмсықты грифондар дейді, сол грифонның басымен симметриялы түрде өте ұтымды таба білген. Осының өзін қарасаңыздар, бұл жақсы бір сондай шедевр деп айтуға болады. Енді қасында қарап отырсаңыздар, мінекей мынау бұл Аружан екіден табылған бұйым, алтын адамның бұл айбалта. Айбалтаның үш жағы өте жақсы зергерлік сондай тәсілмен таба білген. Мына жерде оюларды қарасаңыздар, өте әдемі тамаша оюлармен келтірген. Үстіңгі жағында мына жерде мінекей мүсін қылып, мінекей арқардың басын келтірген. Қарап отырсаңыздар, мына жерлерінде мүсіндеп келтірген. Қарап отырсаңыздар, мынаның өзі бір үлкен жаңағы шығармашылық бір туынды болып табылады, және өте сондай талғампаздықпен берілгені көрініп тұр. Енді осы екі жұмыстың өзінен біз аңғарсақ болады сақ шеберлерінің сондай талғамының жоғары болған деңгейін. Енді осы Аружан екіден табылған қорғаннан мінекей сол алтын адамның мына садақ оқтарын қарасаңыздар, мына оқтың үш жақтарының өзі оюланған. Мынау үш бұрышты үшкір ой, мынау кішкене дуалдау келген ұштары әртүрлі болып келген, және соның бет жақтары оюланған, түр-түрі әдемі оюмен келтірген. Бұның өзі сол сақ шеберлерінің өздерінің жұмысына сондай беріліп, және өзі творческий сондай жақтан қарастырды деп айтуға болады. Енді мына соңғы қарап отырсаңдар, бұл штандарт. Бұл жаңағы сақ көсемдерінің штандарты. Жоғары жағында мына элемент грифон дейді, жаңағы бүркіт тұмсықты жол барыстың мүсіні, қанатты барыстың мүсіні.
Бұл осы штандарттың үстінде орнатылған. Бұл жаңағы негізінде қорғаннан табылғанда ағаш мүсін болады. Ағашты алтынмен және басқа элементтермен қаптайды. Келесі қарап отырғаныңыздар, бұл алтын адамның бас киімі. Бұл бас киімінің өзі символика ретінде қарап отырсаңыздар, біздің бүгінгі осы тақырыбымызға тоқталсақ, мінекей ұлттық банктің символикалық элементі осы алтын адамның бас киімін алған. Сол символы болып табылады. Сол қазіргі біздің тәуелсіз Қазақстанымызбен бұрынғы ежелгі сақ дәуірінің сабақтастығы және байланысы болып табылады. Енді келесіде қарап отырсаңыз, мына жерде бейнеде мінекей мына бірінші бейнеде бұл Жетісу жерінен табылған, Теңілік қорғанынан табылған белдеуге арналған алтын бұйым. Бұл алтын адамның белдеуінде айналдыра осы элемент құрылады. Бұл композициялық жүйеге өте тамаша шешім табылған. Мына аттың үстінде осы алтын адам орнатылған. Сол динамикалық түрде мына осы формаға ыңғайлап тапқан. Ішіндегі бедерлерді қарап отырсаңыздар, мына бедерлердің бәрін шебер өте ұтымды пайдаланған. Мына жердегі қуыс тесіктермен мына мүсіннің өзі кеңістікте өте жақсы сондай динамикалық үйлесім тауып тұр. Келесі мына ортасында қарап отырсаңыздар, бұл осы бүкіл алтын адамның үстіндегі әшекей бұйымдардың бәрі міне ағашта жасалған. Осындай ағашта жасалып, ағашта бірінші ойылып, одан кейін соның үстіне мінекей алтын фольга осымен қапталады. Мынау негізінде сол әлі реставрациядан өтпеген бір нұсқасы, қалғандары мына реставрация өткен. Сондықтан міне ағаштың сыртын қаптайды. Сондықтан енді бұл жерде айта кететін мәселе, бізде бұрын осы алтыннан жұмыс істеген сақ шеберлері осы Талғар, қазіргі Талғар қаласындағы Талкиз деген шеберлер ауылында жұмыс істеген. Сол жерде бүкіл цехтар болған. Сол цехтарда осы фольгадан және неше түрлі алтын адамның бас киімдерін және үстіңгі әшекейлерін неше түрлі алтын бұйымдармен безендірген. Бұл алтын фольгадан және де алтын жіптер жасап, алтын жіппен де әшекейлер жасаған. Енді ол жерде бізде бірден бір дәлел, ол мысалға кез келген алтын бұйым, ямысы қола, ол белгілі бір 1530 ямысы 1540 градусқа дейін температурада балқытылады. Сондықтан бұл бірден бір дәлел, сол жерде үлкен цех болып, және осы бұйымдардың бәрі балқытып сол жерде құйылған бірден бір дәлел болып тұр. Енді осы бұйымдарда қарап отырсаңыздар, мінекей бас киімде де рельефті мүсіндердің бедерлері көрініп тұр. Кейін осы бедерлердің бәрі біздің осы қазақ еліміздің символикасында қолданылады. Тағы бір бұл жерде бағыт сақ шеберлері тек қана алтын, қола және темір материалында істемеді. Сонымен қоса органикалық материалдарда міне киізден және матадан неше түрлі бұйымдар жасаған. Енді бұл жерде бұл бұйымдар негізінен ер тоқымның астына ат безендірілетін болған. Енді қарап отырсаңыздар, бұл жерде де сюжеттерінде грифондарды алады. Грифон мысалы бүркіт тұмсықты қанатты барыстар және арқарлар, қанатты аттар, сол сияқты басқа да персонаждар алынады. Енді мынау жұмысқа тоқталатын болсақ, бұл жұмыс тамбурлық тәсілмен тігілген. Жаңағы бұл да осы Қазақстанның территориясынан табылған. Бұның биіктігі 7,5-8,5 сантиметрлік бұйымды құрайды. Енді осының өзі біздің сақ шеберлерінің жан-жақты екенін көрсетеді. Мына жерде көріп отырсаңыздар, сақтардың мінекей барысты негізге ала тұрып, қанатты барыстарды, қанат жолбарыстарды мынандай шамдарда қолдана білген. Және міне құрбандық шалатын мынандай тостағандарда қолданған. Мінекей барыстың мүсіне көріп отырсаңыздар, мынау элемент осы мынандай шамдардың шетінде болған осындай кішігірім қанатты барыстарды көріп отырсыздар. Бұның өзі өте тамаша мүсіншілердің сондай талғаммен шешілген көрініп тұр. Детализацияға кетпеген, тұтас осындай ірі формалармен тапқан және пластикасын таба білген. Мына жұмыста қарап отырсаңыздар, бұл шамда осы төрт жағында, төрт бұрышында осындай барыс орнатылған және ортасынан шам жанып тұрған. Бұның өзі философиялық жағынан бір үлкен мағына болған.
және бұл осындағы ортадағы стержень арқылы бүкіл космос әлемімен байланысуға шыққан болатын. Енді жалпы сақ өнерін қарап отырсаңыздар, бұл мына барыстың өзі біздің қазақтың, тәуелсіздік қазақ елінің символикасына айналған. Енді келесі қарап отырсаңыз, мына жерде біздің үлкен мегаполис Алматы қаласының гербі барс бейнеленген. Сол барс мінекей біздің сақ дәуірінен алынған. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мінекей мынау осы есік қорғаннан табылған алтын адамның бас киіміндегі элемент барс, таудың басындағы барысты көрсеткен. Бұл барыстың өзі динамикалық өте жақсы шешімде табылған, қанаттарын оюлаған, бастарын мінекей оюлап, детальға дейін бәрін жақсы шығарған, құйрығын да дөңгелетіп оюлатып жүрген. Осының өзін қарап отырсаңыздар, сақ шеберінің сондай композициялық жүйеде өте жақсы талғамы бар екенін көрсетеді. Енді осы элементтің өзі мінекей біздің бүгінгі сабақтастық ретінде біздің тәуелсіздік Қазақстанымыздың осы Алматы геральдикасында көруге болады. Мына жерде алдарыңызда тұрған алтын адам. Мінекей есіктен табылған алтын адамның киім үлгісі. Мына қарап отырсаңыздар, бірінші үлгі бұл Кемал Акишевтің үлгісі болып табылады. Екінші үлгі Крым Алтынбековтың үлгісі. Негізінде осы алтын адам біздің қазақ елінің бренді болып табылады. Брендіне айналған, бұл ұлттық символына айналған. Өйткені қазір бізді бүкіл әлем осы алтын адам арқылы таныды десе болады. Сол алтын адамның негізінде біздің Алматыдағы тәуелсіздік алаңында, міне тәуелсіздік монументін қарап отырсаңыздар, бұның авторы Әділет Жұмабаев, үстіндегі мына мүсіннің авторы. Енді Әділет Жұмабаев осы негізінде алтын адамның негізінде осы мүсін орындаған. Үстінде тұрған мінекей алтын адам және астында қанатты барс, қолында сұңқар құс. Қарап отырсаңыздар, осы біздегі жаңағы бағанадан бері айтып отырған үш элементтің өзі де осы жерде жаңағы енген. Жыртқыш жануар, барс және құс элементі және осы алтын адамның өзі бүкіл осы үшеуде бұрын осы ежелгі сақ дәуірімен қазіргі тәуелсіз Қазақстанның сабақтасымен байланыстын көрсетіп тұр. Енді мына біздің президентіміздің штандарты, бұл штандартында да осы сақ алтын адамы бейнеленген. Мына шеңбердің ішінде қанатты барс, сол қанатты барстың үстінде алтын адамның мүсінін көріп отырсыздар. Мына жоғарыда көрсетілген бейнелердің бәрінде негізінде біздің сақ бабаларымыздың шеберлері жасаған, қолынан шыққан, шеберлерін шыққан қолынан бұйымдарды негізге ала отырып, қазіргі біздің тәуелсіздік Қазақстанымыздың символдарына айналған элементтерді көрдіңіздер. Біздің туымызда да бүркіт орын алды. Біздің жаңа тәуелсіздік монументінде алтын адамның орын алды. Біздің Алматы мегаполисінің герб елтаңбасында барыс орын алды. Сол сияқты тағы да көптеген тәуелсіздік Қазақстанымыздың саласында осы сақ дәуірінен келген тотемдер символика ретінде орын алып жатыр. Ал енді бүгінгі осы дәрісімізді осымен аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.